Қала ояу, келем баяу, таңға таяу. Жол ойым терең, естілді әрең, осы әуе. Әрбір әрекет пен әрбір қадам мүмкіндіктер беріп кетті маған. Қателік оттегін қалдырма өкпені. Мен бүгін көптен күткен мерейлі сәт Шымкенттің жұмсақ күш кітабының тұсауы кесілді. Ішінде имиджология, идеология, брендология, социология, философия, бүкіл осы елдік ауқымдағы мәселелерді жұмсақ күш концепциясын қолдану арқылы шешуге болатын тұғырнамалар ұсынылған. Ұсынымдық кітап, аналитикалық кітап. Алам деушілер болса, маған байланысқа шықса болады, Instagram, Facebook арқылы. Бренд мәселесінде, идеология мәселесінде кәсібилігімді арттырам деген мамандар үшін таптырмас құрал деп ойлаймын.